Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен клеарда балық әзірлейтін боламыз. Міне балығымызды жақсылап осылайынан пышақтың көмегімен арнайы тіліп алдық барлығын. Енді жақсылап тұздап шығамыз ішіне, яғни барлық жеріне тұз араласуы қажет. Мына жердің бәріне кіреміз. Неке тұздап қойдым барлығын, енді осында тұрады 1 сағаттай. Ал енді клеар дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа және де татымына қарай тұз, жарты пиала су жақсылап араластырамыз. Және де 5 қасық ұн. Жақсылап араластырып аламыз. Неке біздің клеар дайын. Енді осыған балығымызды аунатып пісіріп аламыз. Енді жақсылап мынандай комашектер қалмау керек, араластырамыз. Осымен біздің балығымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.